Убада ибн Самит былай дейді. Расулаллаға бір уахи келген кезде, уайымдап кәдімгідей көңіл күйі алай-дүлей болып, жүзі қуарып кететін. Бір күні Алладан тағы бір уахи келгенде тағы да сондай күй кешті. Әлгі жайт басынан сәл сейілген сәтте, зина жазасына байланысты үкімді менен үйреніңдер. Алла осы мәселеге қатысты айдан анық үкімдер берді. Бойдақ зина жасаса, 100 дүре және 1 жыл жер аудару. Жесір зина жасаса, 100 дүре және рәжім деді. Түсіндірме. Хадисте алдымен Алла елшісіне уахи келген кезде қандай жағдайда болатынын суреттеген. Аятта айтылғандай, Құранның өзі ауыр нәрсе. Бұл ауыр сөз Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлләм түйенің үстінде кетіп бара жатқанда түсер болса, түйенің тізелерін қалтыратып шөктіріп жіберетін. Тізесін Алла елшісінің тізесіне тақап отырғандар енді қайтып жүре алмайтын шығармыз деп ойлайтын. Расулалла саллаллаху алейхи уә сәлләм терлеп, жүзі қуарып уайымға салынып кететін. Хадисте айтылған үкімге келер болсақ, Расулалла, Алла олар жөнде жол тауып берді деген сөзімен мына аятқа ишарат жасаған еді. Әйелдерінің арасынан азғындық, зина жасағандарға қатысты оқиға қалада болса, 1 айдың ішінде, ауылдық жерде орын алса, ең көп 6 ай ішінде, өз араларыңнан 4 ер адамды куәға тартуларың керек. Егер олар куәлікке жүріп, оқиғаның болғанын растаса, онда әйелдеріңді ажалы жеткенше, не болмаса Алла оларға қатысты басқа бір жол көрсеткенге дейін үйде қамап ұстаңдар. Олай болса, Расулалланың бұл хадисте берген түсіндірмесі, аятта келген ишарат жол, яғни Алланың зина жасағандарға ашып беретін бір жол, басқаша айтсақ, зина жасағандарға тағайындалатын жаза түрі. Алайда ислам ғұламалары аятқа қатысты әр түрлі пікір білдірген. Кейбірі бұл аятқа мұхкам аят, хадис осыны тәпсірлеп жатыр десе, енді бірі Нұр сүресінің басында зина жасаған ер мен әйелдің әрқайсына 100 дүре соғыңдар деген аят арқылы мансұх болған дейді. Нұр сүресіндегі бұл аяттың бойдақ зинақорларға, ал жоғарыдағы аят жесір боп, зина жасағандарға қатысты айтылған дейді. Барша ғалымдар бойдақтарға 100 дүре, ал бойдақ еместерге тасборан жасау жазасы берілетініне бір ауыздан келіскен. Бұл пікірге хауариждер, Муғтазиланың Наззам тармағы секілді кейбір мазхабтар ғана қосылмайды. Хадисте бойдақтың бойдақпен, жесірдің жесірмен зинасы деген сөз осы жайттың болуын шарт қылмайды. Яғни, бойдақтың зина жазасы дүремен жер аудару. Ол зинаны бойдақпен екі басқамен жасаса да үкім өзгермейді. Ибн Аббасуа, иман еткендер. Дүниеден озған жақындарыңның әйелдерін, мұраға қалған дүниедей көріп, қаламаса да әмеңгерлік жолмен иеленіп, мәһірлерін бермей өздеріне некелеп алу, немесе қалың мал алу үшін басқаларға мәжбүрлеп қосу, адал іске жатпайды. Сондай-ақ көпе көрінеу азғындық, зина жасап, ауыр күнә арқаламайынша өз әйелдеріне, қалыңдық сый ретінде берген мәһірлерінің бір бөлігін қайтарып алуды көздеп, орынсыз қысым көрсетіп, оларды ажырасуға мәжбүрлеулерінде адал іске жатпайды. Деген аятқа байланысты былай дейді. Жахилият дәуірінде бір еркек қайтыс болса, әйеліне ер кісінің жақындары қамқор болатын. Егер олардың ішінде біреуі әлгі әйелге үйленгісі келсе, алып, үйленгісі келмесе, басқа біреуге қосатын. Кейде тіпті өздері де алмайтын, біреуге де бермейтін. Ер кісінің жақындары бұл мәселеде әйелдің туыстарынан да әлдеқайда құқылары бар еді. Жоғарыдағы аят осы жағдайға байланысты түсірілді. Түсіндірме. Ибн Аббас жоғарыдағы аят келгенге дейін мұсылмандар арасында үкімі жалғасып отырған жахилият жүйесін баяндаған. Соған қарағанда өлген ер кісінің артында жесір қалған әйелінің мәселесіне әйелдің әкесі, ағасы, бауыры, атасы сынды жақындарының ешқайсысы араласа алмайды. Әйелдің барлық құқығы қайтыс болған күйеуінің жақындарына тән. Күйеуі мәһір беріп алған әйел қартайғанға дейін оның құқы өз қолдарында деп есептеген. Тіпті жақындарының бірі үйленгісі келсе үйленіп, болмаса басқа біреуге тұрмысқа беріп жіберетін. Демек, жесір әйелдің ендігі жерде үйленетін адамын өзі де, әкесі де таңдай алмайды. Ибн Аббас бұл мәселеге тоқтау салу үшін жоғарыдағы аяттың түскенін айтады. Табаридің бір риуаяты бойынша бұл аят Қубайша бинт Мағын ибн Асым атты бір әйелге қатысты түскен. Бұл әйел Әбу Қайс ибн Ал-Әслаттың некелі әйелі еді. Күйеуі қайтыс болғанда ол әйелдің үйленуіне қарсы болды. Сол кезде Расулаллаға алдына келіп, «Уа, Алланың елшісі! Не күйеуінің мирасқоры бола алмадым, не үйленуге мүмкіндік таппадым» деп шағымданады.
Сонда бұл мәселенің шешімі жөнінде аят түсті. Әбу Дәуідте келген басқа бір риуаятта былай делінеді: ер кісі қайтыс болған туыстарының әйеліне мирасқор болатын. Әйел өмір бойы немесе мәһрін қайтарып бергенге дейін солардың қолында болатын. Алла тағала бұған тыйым салып, әйелге қатысты қойылған шектеулерді алып тастады. Ибн Аббас: иман еткендер, бір-біріңнің мал дүниелерінде арам жолмен жемеңдер. Ал өзара келісіп, ризашылықпен жасаған сауда-саттықтың жөні бөлек. Сондай-ақ бір-біріңді өлтірмеңдер. Шүбәсіз, Алла сендерге өте мейірімді деген аятқа қатысты былай деген: бұл аят түсірілген кезде кейбіреулер басқалардың қасында ас ішіп жеуді өзіне харам етті. Содан соң Алла тағала бұл аятты Нұр сүресінде келген мына аятпен насып жасады: мұқтаж немесе қамқоршысы жоқ, зағип жанда, ақсақ та, науқас адам да 12 мүшесі түгел дені сау әрі хал жағдайы жақсы адамдардың үйлерінен ішіп жеген үшін күнәға қалмайды. Сондай-ақ өздеріңде жұбайларың, сондай-ақ ата-апаларыңның үйлерінен, бауырларыңмен мен балаларыңның үйлерінен, әкелерің мен аналарыңның әпке қарындастарыңның үйлерінен, әкелеріңнің бауырлары мен әпке қарындастарының үйлерінен, аналарыңның бауырлары мен әпке сіңлілерінің үйлерінен және кілті қолдарыңда болған, яғни өздеріңе аманат етілген үйлерден немесе жақын дос-жарандарыңның үйлерінен, үй иелерінен рұқсат сұрамай-ақ ішіп жегендерің үшін күнәға қалмайсыңдар. Сондай-ақ сендер үшін бірге отырып немесе оңаша ішіп жегеннің де айыбы жоқ. Осы айтылған үйлердің табалдырығынан аттағанда, Алланың атынан һәм оның бұйырғанындай құт-береке мен игіліктің орнауына себепкер болған игі ниетпен бір-бірлеріңе сәлем беріңдер. Алла тағала ақылға салып ойланарсыңдар деп сендер үшін маңызы зор осынау аяттар мен нұсқауларды міне осылайша ашып баяндауда. Бұдан бұрын бай адам қолында болған кісі қолындағы кісіні тамақ жеуге шақырғанда әлгі кісі Ниса сүресіндегі аятты ұстанып, менің бұл жерден тамақ жеуім күнә. Маған қарағанда кедейлердің бұл дастарханнан тамақ жеуі әлдеқайда жақсырақ дейді. Содан соң Алланың есімі аталған тамақтардан мұсылмандардың жеуі һәм әхл кітаптың тамақтарын жеу адал етілді. Түсіндірме: аятта бір-бірлеріңнің мал-мүліктеріңді харам жолмен жемеңдер деп тыйым салынған мәселелер шариғатта харам етілген құмар, пайыз, арақ, ұрлық, қиянат, өтірік алдап малын алу, жалған куәгерлік сынды нәрселер арқылы табыс табу. Аятта осының барлығын жемеу деген сөзбен жинақтап бере салған. Өйткені мал-мүліктің басты мақсаты тұтыну, жеу. Кейбір ғалымдар бұл тыйымға тек қана басқаларының емес, өз мал-мүлкінің де арам жолмен желініп жатқандығын айтады. Яғни тапқан табысын харам нәрселерге жұмсауы. Тіпті кейбір ғалымдар бүкіл жалған сенімдердің харам жолмен мал-мүлік тұтынуға негізделгенін айтады. Ибн Мәсғуд арқылы аяттың мұхкам екенін, қияметке дейін насх етілмейтінін білдік. Ибн Аббастың насх еткен аят деп Нұр сүресіндегі аятта кісінің тамақ жеуде ешбір тыйым болмаған үйлерді айта келіп, ең алдымен өз үйлерінде дейді. Хадисшілер бұған баласының да үйі кіреді. Себебі бала өзінікі. Оның үстіне үйлер аталып келе жатып балаларының үйінде деп бөле жара айтпаған. Баланың үйі де өз үйіндей болып саналатынын пайғамбардың мына хадисі де қуаттай түседі: сен де мал-мүлкіңде әкеңе тиесілісіңдер. Ибн Аббас аяттың соңында кілттері қолында болған деген сөйлеммен кісінің ауласына яки малына қараған кісі, күзетші, шопан сынды кісілердің айтылып тұрғанын сөз еткен. Олай болса, әлгілердің бақшаның жемісінен, малдың сүтінен пайдалануында тұрған ешбір күнә жоқ. Алайда бұдан тыс пайдаланып тығып жинау деген нәрселерге рұқсат етілмейді. Ибн Аббас бұл аятың Әл-Харис ибн Амрға қатысты түскенін айтады. Бұл кісі ардақты пайғамбармен бірге жорыққа шығады. Үйіне көмектесіп тұрсын деп Мәлик ибн Зәйдті қалдырады. Қайтқан кезде Мәликтің қатты шаршап шалдыққанын көреді де, неге бұлай болғанын сұрайды. Сонда ол, сенің рұқсатынсыз мал-мүлкіннен ішіп жеуден бас тарттым дейді. Сол кезде әлгі аят түсірілген екен. Аяттан мынадай мағына шығады: бұл аталған кісілердің үйіне кірген кезіңде, өздері үйінде болмаса да тамақтарынан ішіп жеуінде тұрған еш нәрсе жоқ. Тек қана азықтан басқа жаққа алып кету, тасып кету деген нәрседен аулақ болса болғаны. Аяттың соңындағы бір жерде яки бөлек-бөлек жерде тамақ ішулерінде тұрған еш нәрсе жоқ деген сөйлем Кинана тайпасының Бәну Ләйс ибн Амр тайпасына байланысты түскендігі айтылады. Бұл тайпаның бір кісісі дастарханда өзімен бірге ішіп жейтін қонақ болмаса тамақ ішпейді екен. Тіпті бұл кісінің алдында дастархан жаюлы күйі түстен кешке дейін күтіп отырғандығы айтылады. Мал бағып жүргенде қасында біреу болмаса мүлде малды сауып ішпейді екен.
Ибн Аббас былай дейді: бай адам пақыр туысының немесе достарының үйіне кірген кезде тамаққа шақырылғанда, уаллахи мен сіздермен бірге тамақ жеуге лайық емеспін. Себебі баймын, сендер кедейсіңдер. Босқа әурелеген боламын дейді екен. Міне сол себепті жоғарыдағы аят түсті. Аяттың түсу себебіне байланысты былай деген: бұл аят ансарлардың арасында біраз адамдарға қатысты түсті. Олар үйлеріне қонақ келген кезде міндетті түрде қонақпен бірге тамақ ішетін. Сонда аят түсірілді және оларға бірге отырып яки бөлек отырып тамақ ішулері жөнінде рұқсат берілді. Ибн Мәсғуд былай дейді: 5 аят бар еді, оған бүкіл жер жүзіндегі нәрселер тең келмейді. Олар мынау: мүміндер, тыйым салынған ауыр күнәлардан бойларыңды аулақ ұстасаңдар, өзге күнә қателіктеріңді жасырып, кешеміз һәм сендерді сый-құрметке толы керемет мекенге жайғастырамыз. Үйленетін әйелдеріңе мәһрлерін, қалыңдық сыйын, шын көңілден тарту етіңдер. Егер олар шын көңілден сол мәһрдің бір бөлігін өздеріне қайтарып берсе, яғни оның бір бөлігін отбасының ішіп-жеміне жұмсаса, оны тәбетпен ішіңдер, жеңдер, ас болсын. Біз қандайда бір өлкеге пайғамбар жіберген болсақ, Алланың рұқсатымен оған бойсұнылсын, сөзіне құлақ асылсын деп қана жібердік. Егер олар күнәға бату арқылы өз-өздеріне қиянат жасаған кезде, алдыңа келіп, Алладан кешірім тілесе және Алла елшісі де олар үшін кешірім тілесе, олар Алланың тәубелерді қабыл етуші әрі ерекше мейірімді екенін сөзсіз көрер еді. Алла өзіне серік қосқанды әсте кешірмейді. Ал одан өзге күнәларды істеген құлдарынан қалағанын кешіреді. Кімде-кім Аллаға өзгелерді серік етіп қосса, сұмдық жала жапқан әрі өте ауыр күнәға батқан болады. Ал енді кімде-кім жамандық жасаған соң немесе күнәға батып, өз-өзіне қиянат жасағаннан кейін Алладан кешірім тілесе, Алланың өте кешірімді, әсіресе тәубеге келіп өзіне бет бұрған мүмін құлдарына ерекше мейірімді екенін көреді. Үммі Сәләмә былай дейді: Алланың елшісі, еркектер жихадқа шығып жатыр, әйелдер болса оған қатыспайды. Әйелдерге мираста жарым-жартылай беріледі дедім. Сол кезде Алла тағала мына аятты түсірді. Сондай-ақ Алланың кейбіреуіне басқаларға қарағанда молынан берген байлық, атақ, абырой, мәнсап, сұлулық сынды дүниелік нәрселерге аңсарларың аумасын, біреудің несібесіне қызығамын деп күншілдік дертіне шалдығып, Алланың жазғанына қарсы келіп жүрмеңдер. Ер адамдардың істеген ісіне, еткен еңбегіне қарай алар сыбағасы, сауабы немесе күнәсі болғандай, әйелдердің де істеген ісіне, еткен еңбегіне қарай алар сыбағасы, сауабы немесе күнәсі бар. Ендеше не тілесеңдер де тиісінше дұға әрі адал еңбек етіп, Алланың шексіз шарапатынан тілеңдер. Шүбәсіз, Алла бәрін біледі, һәм әр ісін біліп істейді. Мужахид былай дейді: Алла тағала мына аятында Үммі Сәләмәға қатысты түсірді. Аллаға мойынсұнған мұсылман ерлер мен мұсылман әйелдер, шын жүректен иман еткен мүмін ерлер мен мүмін әйелдер, хақ діннің барлық үкімдеріне қалтқысыз бағынған ерлер мен қалтқысыз бағынған әйелдер, сөздері мен іс-әрекеттері түзу әрі шынайы болған шыншыл ерлер мен шынайы да шыншыл әйелдер, сабырлы да табанды ерлер мен сабырлы да табанды әйелдер, Алланың алдында өте ізетті әрі кішіпейіл болған ерлер мен сондай инабатшыл әрі кішіпейіл болған әйелдер, Алла жолында мұқтаждарға зекет садақа беретін ерлер мен зекет садақа беретін әйелдер, ораза ұстайтын ерлер мен ораза ұстайтын әйелдер, арын сақтап, абирларын күнәдан тыйған ерлер мен арын сақтап, абирларын күнәдан тыйған әйелдер, сондай-ақ Алланы көп еске алатын ерлер мен Алланы көп еске алатын әйелдер бар ғой. Міне, Алла осынау ізгі жандарға ерекше кешірім мен үлкен сый-сияпат дайындап қойды. Үммі Сәләмә Мәдинаға хижрет етіп келген ең бірінші әйел. Түсіндірме. Бұл әйел мен еркек мәселесі сөз етілген риуаяттардың бірі. Үммі Сәләмә анамыз әрдайым ойына келген мәселені бірден Алла елшісінен сұрайтын. Расулалла саллаллаху алейхи уә сәләм адамдардың арасында жыныстық әр түрлікке байланысты бөліп жарып, бірін-бірінен артық яки кем санап сөз етуді мүлде ұнатпайтын. Алланың сендерді бір-бірінен үстем қылатын нәрселерін аңсамаңдар деп ескертетін. Ибн Аббас бұл аятты былай түсіндіріп берген: адам баласының, пәленшенің дүниесі мен отбасы менікі болса ғой деп аңсауына Алла тағала тыйым салған. Солай айтқанша өзіне жақсылық тілеп Алладан сұрасын. Хасан Басри, Ибн Сирин, Ата, Даххак сынды ғалымдар да аятты осылай түсінген.
Осы түсіндірмеге сүйене отырып сахих кітаптарда екі нәрседен басқа жерде қызғануға болмайды. Біріншісі, Алла біреуге мал дүние береді, ол мұны ақиқат жолында жұмсайды. Оны көрген бір адам, шіркін-ай, менің де пәленше сияқты мал дүнием болса, дәл сол сияқты жұмсар едім дейді. Осылайша сауап тұрғысынан екеуі де тең дәрежеде болма. Бұл аяттың тыйым салып тұрғаны басқа нәрсе. Өйткені хадис бұл нығметтерді армандауға болатынына тіпті үндеп жатқандай. Ал аяттағы армандауға болмайтын нәрселер адам табиғатына тән нәрселер деуге болады. Ер кісінің жихад жасауға деген қабілеті, әйел кісінің мейірімділігі секілді. Мужахидтің жоғарыда келтірілген сөзі қысқаша берілген. Нәсайде келген нұсқасы алдеғайда кеңірек. Үммі Сәләма Расулаллаға былай деді: «Уа, Алланың елшісі! Неге Құранда ерлерге қарата айтылған аяттар бар да, әйелдерге қарата айтылғандар аз?» Сол кезде осы аят түсірілді.